Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен Балжан. Бүгін сіздерге өте дәмді әрі қытырлап шығатын 10 минутта дайын болатын печеньенің рецептін ұсынамын. Ол үшін ыдысымызға бір жұмыртқамызды жарып, үстіне қант, сұйық майымызды құйып, венчикпен 1 келі масса болғанға дейін жақсылап араластырып аламыз. Достар, егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп алыңыздар. Менің каналымнан кез келген рецепті таба аласыздар. Мінекей, массамызды осылай ағарғанша араластырып алдық. Енді үстіне алдымен ұнымыздың үстіне қопсытқышымызды салып, жеке өзін араластырып аламыз. Содан кейін массамызға қосып, жұмсақ қамыр илейміз. Бұл печенье ұзақ уақыт алмайды, тез дайындалады, әрі дәмді болып шығады. Мінекей, осындай жұмсақтықта біздің қамырымыз иленіп шығады. Енді печеньемізді дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге қант қажет болады және табамыздың үстіне пергамент қағазын төсеп аламыз. Барлық қамырларымызды дәл осылай қолымызбен домалақтап, үстінен кішкене басамыз да үстіңгі бетін қантымызға осылай аударып аламыз. Сонымен пергамент қағазына орналастырып шығамыз. Барлық печеньемізді дәл осылай істеп шығамыз. Алдымен қолымызбен домалақтап, үстінен кішкене басамыз, содан кейін қантымызға аунатамыз. Енді дайын болған печеньелерімізді қызып тұрған пеште 200-250 градуста 10-15 минутта пісіріп аламыз. Содан кейін печеньемізге дәл осылай форманың көмегімен әртүрлі өрнектерді салып шықсаңыздар болады. Бұл міндетті емес, немесе вилкамен пиалайдың астыңғы бетімен бассаңыздар да болады. Мінекей, менде печеньелер 10 минутта пісіп шықты. Өте дәмді әрі қытырлақ, әсіресе шаймен ішсеңіздер өте күшті кетеді. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Ал ас болсын. Сіздермен болған Балжан.